Қайырлы күн, Қазақстан Халқы Ассамблеясы каналының көрермендері. Біз кезекті ролигімізді жалғастырамыз. Ендеше қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің әлеуметтік бастама және қоғамдық келісім кеңесінің бөлімі туралы айтатын боламыз. Бүгін бізде қонақта Нұргүл Есполқызы. Біз бастаймыз. Нұргүл Есполқызы, әлеуметтік бастама және қоғамдық келісім кеңесі бөлімі немен айналысады? Жалпы қоғамдық келісім кеңестері ұлттық бірлік пен қоғамдық келісімді нығайту бойынша, қоғамдық маңызы бар жобалар мен бастамаларға қолдау білдіру бойынша, сонымен қатар халықтың көкейкесті мәселелерін зерделей, талқылай келе өз ұсыныстарын жергілікті мемлекеттік органдарға жолдау бойынша қызмет атқарып келеді. Біздің бөлім кәсіпкерлер қауымдастығы қызметінде жүзеге асыру бойынша жұмыстанады. Жалпы кәсіпкерлер қауымдастығы Батыс Қазақстан облысында 2019 жылы жергілікті этномәдени бірлестіктердің қатарынан және ірі кәсіпкерлермен қатар жас кәсіпкерлердің қатарынан құрылған болатын. Бүгінгі таңда кәсіпкерлер қауымдастығы жанынан шетелдік инвесторлармен қарым-қатынас орнату, өңірге инвестиция тарту және де екі жақты тәжірибемен бөлісу мақсатында Ресей Федерациясының Саратов және Орынбор қалаларына іс-сапар ұйымдастырылған болатын. Аталған сапарлар нәтижесінде Батыс Қазақстан облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясы кәсіпкерлер қауымдастығы мен Ресей Федерациясы Саратов, Орынбор облыстары арасында ең алғашқы рет іскер достар клубы құрылып, меморандумға қол қойылған болатын. Аталған клуб отырыстарында екі жақты экспорттық қызметті дамыту, сондай-ақ туризмді дамыту, жалпы түрлі кәсіппен айналысатын азаматтардың, кәсіпорындардың қызметін дамыту бойынша түрлі мәселелер қозғалып, ұсыныстар айтылады. Үлкен шара біздерде өткелі отырып 25 шілдеде ол тікелей халықтың сайлауы мен ауылдық отырыстың әкімдерінің сайлауы адамдарды біздер ұсындық. Оның ағында олармен бірге түсіп жатқан жастар бар. Ол үйренеді деп есептеймін. Енді халық соларды қолдайтын деп есептейміз. Я председатель этой общественной согласия перевез уже 8 лет. Я руковожу этой организацией. Мы проводим всевозможные мероприятия. Но сейчас, ввиду того, что идет вот эта всемирная пандемия, мы проводим с ограниченным количеством людей. И чтобы вести работу, я как с семьей посоветовался, и чтобы не останавливать работу Совета общественного согласия, я взял на поруки 5 семей многодетных. И вот сейчас вышло постановление о выборах в местные сельские круга. И я за это мероприятие. Почему? Потому что я уже давно говорил, что нужно избирать именно тех людей, которые достойны нам. А у нас их очень много в переметном. Очень много. Поэтому вот это вот выборы, они будут всенародные. Местное население будет идти и знать. Енді бұл негізі жаңадан болып жатқан бастауын, бастамасы жаңағы біздің енді ауданда 3 округта ауыл округының әкімін сайлайды. Бұрынғыдай мына кісі деп осы кісі болу керек деп айтпайды. Бұны халықтың өзі таңдап, өзінің жаңағы қайғысы, ұнайды қайғысы осы болашақта әкімнің жұмысын атқарып, және осы жаңағы елді мекенді алға шығарады деп сенген адамдарын сайлайды. Және бұнына бастауда тек қана бір кісі емес, 2-3 кісіден, неше түрлі партиядан қатысып жатыр. Бұл жаңағы өзінің шарттары бар, жаңағы кандидаттарға қойылып жатқан. Бұл өте жақсы бастау деп ойлаймын. Сонымен мына 3 округта бұрынғы әкімдермен қатар тағы да басқа кісілер түсіп жатыр.
енді әлгі айтады ғой, қай күштісі сол болады деп, енді халық мұнда қай кандидатқа өзі сенеді, осы алға қарай алып жүреді деп сенгеніне дауыс береді ғой деп ойлаймын. Бұл енді жақсы бастау. Бұл енді Қазақстанда болып жатқан бірінші мынадай сайлау, халықтың өзі сайлайтын болашағы бар бастау деп ойлаймын. Неге десеңіз, бұл ауылдық округта өткеннен кейін болашақта аудандық, облыстық сайлауларда болуы мүмкін, бір-біріне жалғасады ғой енді. Бір орында тұрмаймыз ғой. Әлеуметтік бастама және қоғамдық келісім кеңесінің бөлімінің жетекшісі Бекқали Базарбаевич келіп отыр бізде. Ендеше сұхбатымызды сол кісімен жалғастыратын боламыз. Бекқали Базарбаевич, Нұргүл Есболқызы сіздің әріптесіңіз. Әлеуметтік бастама қоғамдық келісім кеңесі жұмыс туралы жалпы айтты. Кешегі өткен ауылдық әкім сайлауына байланысты жиналыс өткен болатын. Жалпы сол туралы айта кетсеңіз, қалай өтті, қандай деңгейде өтті? Біріншіден енді мынау жаңа әріптесіміз айтқандай, қоғамдық келісім кеңесі деген ол мынау бір қоғамдық институт құрылған, билік пенен қоғамның ортасындағы көпір. Ол яғни айтқанда сол қоғамдық келісім кеңесінің жаңағы отырысындағы ол диалогтық алаң. Сол жерде жаңағыдай мәселелер көтеріліп, сол жаңағы соңғы нүктесі сол билікке ұсыныстар жолданады. Енді мына қазір қоғамдағы болып жатқан жайт, енді өзің қоғамдық келісім кеңес дегеннің бөлімнің өзі айтып тұр ғой, қоғамда ең бірінші келісім кеңес келісім болу керек. Сол жаңағы мына болайын деп жатқан шарамыз, бұл енді алғашқы рет мемлекетіміздегі 30 жылдағы бірінші үлкен бір саяси оқиға деп есептеймін. Ол себебі деген жергілікті басқару және өзін-өзі басқару деген заң аясындағы сәйкес бірінші жергілікті халыққа сол өздеріне ұсынып әкімдерін тағайындау. Сайлау арқылы жаңағы әкімдерді тағайындау. Әрине, ол сайлау болғасын, ол дода болғасын, ода әртүрлі жайттар болады, соның ішінде тартыстар болады. Соған жаңағы қоғамға дұрыс бағыт беріп, қоғамдыға дұрыс түсінік беретін ең бірінші соған қоғамдық келісім кеңес. Сол жерде қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы менен, сосын жаңағы сол жердің мүшелері. Сондықтан сол жайттың жаңағы айтып отырғандай нелердің келеңсіз жағдайдың алдын алу мақсатында біздер облыстық қоғамдық келісім кеңесі біздер жаңағы жергілікті қоғамдық келісім кеңесіменен кездесіп жаңағы методикалық көмек ретінде жаңағы кейбір жаңағы жайттерге түсінік беріп, кейбір жайттерге жаңағыдай заңдылықтарын айтып, сол жаңағыдай сондай ұсыныстар. Сол бағытта кездестік. Енді бұл қоғамдық келісім кеңесінің тек қана сайлау емес, жалпы азаматтық қоғам құрғанда, сол азаматтық қоғамның ішінде қоғамдық келісім кеңес біздер енді болашақта мәңгілік ел идеясын іске асырып, жалпы қазақстандық патриотизмді жаңағыда шыңына шығарып, жалпы азаматтық қоғам құрамыз. Сол азаматтық қоғамның ішінде қоғамдық келісім кеңесінің әр уақытта да жаңағыдай рөлі зор болады. Себебі деген тек қана сол келісім арқылы шешіледі. Елдің тыныштығы, елдің болашағы сол келісім арқылы. Сондықтан қоғамдық келісім кеңесі осы басталған жаңағы бастамадан ары қарай несін табады деп есептеймін. Ол енді жергілікті жерде елдік сана қалыптастырады, ұлттық сананы жаңағыда шыңына шығарады деп есептеймін. Себебі қоғамдық жалпы азаматтық қоғам ол қазақ ұлтының айналасына топтастырылған басқа этностардың жаңағы мүдделеріменен бірге сол іске асырылады. Сондықтан қоғамдық келісім кеңесінің
ең бастысы сол жаңағы сол елдің тыныштығы, елдің енді ел тыныш болса жаңағыдай алдағы тұрған жаңағы проблемаларды, алдағы тұрған жаңағы межелерді өздері келісі арқылы шешіп жаңағы іске асырады. Сол бағытта жаңағы бүгінгі кешегі кездесуіміз осы бағытта болды біздің. Құрметті көрермендер, бүгін әлеуметтік бастама қоғамдық келісім кеңесінің жұмыс туралы таныстық, білістік. Бүгінгі жақында өтіп жатқан сайлау туралы, қоғамдық келісім кеңесінің мүшелері, төрағалары жалпы сол туралы жиналыстар өткен болатын. Жалпы осы бағытта бәрін көрдіңіздер, білдіңіздер. Алда әлі тағы да толығырақ Қазақстан Халқы Ассамблеясы жұмысы туралы айтатын боламыз. Тек қана бізбен бірге болыңыздар.